Барлығына сәлем. Бүгін пупипай тортының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепті мен өзім заказға жасап жүрмін. Және салмағы 2 килограмм. Егерде 1 килограмм болмаса 3 килограмм жасағыңыз келсе, ингредиенттерін қосып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен 120 грамм майымызға 100 грамм қара шоколадты салып, сулы моншаға ертіп аласыздар. Болмаса микротолқынды пешке 30 секунд сайын алып салып, ертіп алсаңыздар болады. Құп-құрғақ таза ыдысымызға 6 жұмыртқамызды жарып аламыз да, үстіне 200 грамм қантымызды сеуіп, екеуін миксермен араластырып аламыз. Міндетті түрде басында жай жылдамдықпен бастап, соңына қарай тез жылдамдықпен аяқтайсыздар. Сол кезде жақсы көтеріледі, және де 5 минуттай көтеріңіздер миксермен. Мінекей дайын болды. Шоколадымызды сол уақытта жақсы еріді мінекей. Шоколадымызды жұмыртқалы массамызға құйып, екеуін миксермен араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерін жасайтын боламыз. Ол үшін 230 грамм ұнымызды електен өткізіп алдым. Алдын ала оның үстіне 30 грамм какаоны електен өткізіп аламыз. Бұл малазийский какао деп аталады. Какаоның да сапасына байланысты торттың да дәмі өзгеріп отыратын болады. Үстіне 1 шай қасық ас содасын салдым. Ешқандай да уксуспен соданы басқан жоқпын. Соданың дәмі кетіп қалатын болады. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Бір жерінде сода қалып қалмас үшін ең алдымен жай жылдамдықта араластырып аламыз, ұнымыз шашырамас үшін. Одан кейін миксермен біркелкі араластырып аламыз. Осындай формаға пергамент қағазын төсеп, форма жасап аламыз. Шетін осылай майыстырып шығамыз. Осындай 4 қағаз жасап шығамыз. Бұл форманың диаметрі 24 сантиметр болды. Дәл осы ішіне қамырын құямыз. Үлкен ас қасықпен салған кезде 5-6 қасықтай салсаңыз, 4 осындай пергамент қағазына бірдей жететін болады. Егерде духовкаңыз конвекциясыз болса, әр коржды 9-10 минуттай бөлек-бөлек пісіріп аласыздар. Суытып алғаннан кейін коржыңызды ала берсеңіз болады. 2 килограммдық торт үшін 700 грамм творожный сырын қолдандым. Сүзбелі ірімшігін, оның үстіне 200 грамм қант ұнтағын септім. Екеуін араластырып аламыз 30 секунд. Одан кейін барып, кілегейімізді құямыз. 300 грамм кілегейді құйдым. Бұл натуральный сливки. Бұны құйғаннан кейін барып, 1 минут миксерлеп аламыз. Одан көбірек миксерлетін болсаңыз, шариктерін жасағанда кішкене іріп кеткендері көрінетін болады. Сондықтан 1 минут миксермен араластырсаңыз, сол жетеді. Ең астына кішкене осылай кремді жағамыз. Тортымыз жылжып кетпес үшін. Шариктерін видеодағыдай жасап шығасыздар. Әр үстіңгі шариктері астыңғы шариктерімен бірдей болып шығуы тиіс. Торттың бетіне шоколадтан және сұйық майдан ганаш жасайтын боламыз. Мен 100 грамм шоколадқа 20 грамм сұйық майын құйдым. Екеуін сулы моншада осылай ертіп аламыз. Және ергеннен кейін кішкене суығанын күтеміз. Әйтпесе біздің шоколадтарымыз қатты ағып кететін болады торттың сырттарына. Шоколад кішкене суыған кезде қоюланады. Тоңазытқышқа 5 минутқа салып аламыз. Сонда шоколады қатады. Тортты бірден солға қоя берсеңіз болады. 1-2 сағаттан кейін қойсаңыз да,
кремі мен корждары, нандары бір-біріне үйлесіп, дәмі өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.